Сәлем достар, мен сіздерге бүгін психология салалары туралы өз ойымды жеткізетін боламын. Осы видеоны соңына дейін және мұқият тыңдаңыздар. Ең алдымен менің каналыма подписаться етіп, жүрекшені басып, комментарий қалдырсаңыздар өте жақсы болар еді. Психология салалары бұл білімдердің, яғни даму ерекшеліктері психологияның басқа ғылымдарға тәуелді байланысын ғана емес, көп жағдайда оларға, яғни қоғамдық тәжірибенің өрістеп жатқан қажеттілігімен белгіленеді деп айтады. Осы психология алғашқы уақытта теориялық тарапы басымдау, яғни дүниетанымдық пән болса, мемлекеттік басқарудағы білім беру жүйесі, денсаулыққа және заң мемлекеттеріндегі мәдениеттегі, яғни спорттағы және де тағы басқа кәсіби тәжірибелік іс-әрекеттерінің бір саласына айналып отыр қазіргі таңда. Психология бұл көп тармақты білімдер жүйесі ретінде, яғни танылып әртүрлі еңбек тәжірибесімен байланысып отыр. Сондықтан осы психология салаларын жіктеудің, яғни негізгі принциптері ол психологияның іс-әрекетіне даму принципі. Сондықтан көбінесе осы психология салаларын топтастыру негізінде адамдардың әртүрлі еңбектік әрекеттері орын алған. Осыған орай психология келесі салаларға бөлінеді. Олар еңбек психологиясы. Көз қарасы бойынша еңбек бұл адамның жүйкелік, психикалық және бұлшық еттері арқылы физикалық, яғни энергияның шығындалуын анықтайтын үрдіс болып табылады. Сонымен қатар еңбек психологиясының қазіргі уақыттағы басты міндеттері өндірістік қатынастарды жетілдіру, сонымен қатар еңбектік сапасын жақсарту, апаттық жағдайларға және жол бермеу, еңбек құрамының және де тобының психикалық кейіппен анықтап реттелуге бағыттау болып табылады. Педагогикалық психологияның қызметі адамдарға оқыту